Ассаламағалейкум, бүгін ауылдағы гаражда Lexus толықтай бояуға келіп тұр, полировкасымен бірге. Бізге кезекке жазылып қойғасын алдын соғылған болатын. Сосын алдын әшейін орнына қойып бердік, пока жүре тұрсын деп. Оғанда бірақ біраз уақыт болып кетті. Зазорларды әдемілеп қойған жоқ, сосын зазорларын әдемілеп келтіру керек. Мына жақта мына есік сол кезде майысқан болатын, осыны түзеу керек. Төбесінің краскасы жаман емес, бірақ мына жерлері өңіп бастаған. Мына жақтарында да сондай міне сызықтары көрініп тұр. Соғылмаған жағын зазорларын бір қатар көрсете кетейік. Мына жағында резина тұрады, іш жағында алып тастадық. Мұны бізде мына жағы 4 мм, мына жағы 5 мм. 4 мм-ді тақып көрейік, мына жерге кірмей тұр. Бұлай жоғары жағы енді нормальный сияқты. Жерден бастап уже 4 мм жоқ болып кетті, ішіне кіріп. 5 мм-де кіріп тұр. 6 мм-де негізі кіретін сияқты. Астыңғы жақтары үлкен зазоры. Үстіңгі жағы кішкентай. Мына жағында 4 мм кіріп тұр. Мына жақтары қысылып тұр. Мына жер вообще қысылып кетті. Жағы үлкейіп кетті. Мынанда багажда бізде 4 мм сыймайды. Мына жағы вообще 2 мм болып қалған. Мына жерлерде сондай 4 мм сыймай тұр. Мына жағы ашылып отыр бізде. 4 емес, даже мына жерге 6 мм сыйайын деп тұр. Мына жағы сәл қысылыңдап тұр. Мына жақта бізде лючоктың да шеттері әр жері әртүрлі болып тұр. Мына жер міне ашылып тұр. Мына жер жабылып тұр. Мына жердің бәрінде шпаклевка бар, бірақ лючокта шпаклевка жоқ, лючокқа қосқан. Мына жердің енді бәрі шпаклевкасын реттейміз. Мына жағында 4 мм жағын салайық. Кірмей тұр, нормальный сияқты бұлай. Бірақ мына жерден бастап уже ашылып кетеді. 5 мм жағы. Бұл да кіріп тұр. Астыңғы жағы үлкендеу, үстіңгі жағы қысылған. Мына жақта мына жерінде резинкасын алып тастағанбыз. 5 мм кіріп кетейін деп тұр. Мына астыңғы жағына қарай уже кіріп кетті. Мына жағы 6 мм болып кеткен. Астыңғы жағы кәдімгідей ашық. Бұл жағы 5 мм кіріп тұрған. Толықтай 5 мм кіріп тұр мына жерге. Мына жағы жерде соғылған. Үстіңгі жағы нормальный болғанмен, астыңғы жағы тіреліп тұр. Артқы есікте бізде мына жер тиіп жүрген, міне жердің темір жылтырап көрініп тұр. Мына жақта бізде шпаклевка міне жарылып жатыр. Мына жердің барлығы шпаклевка. Мына жерлер жарылып жатыр. Мына крыло толықтай шпаклевка. Осы жерден де жарылып тұрған жердің барлығын түсіреміз. Шығаратын болса шығарып, қайта шпаклевка жағамыз. Краска лагын шашып қойдық, моторын ауыстырдық. Сол моторды тексеріп қайту үшін барлық бөлшектерді жинап тастаған болатынбыз. Енді полировка үшін айналарын, ручкаларын шешу керек. Полировкасын бастап жатырмыз. Көптен бері крас шашпағанға лактей пачок кетті. Міне капоттың мына жерінде оны пышақпен қырып алдық. Есіктер до конца пачок. Пышақпен қырып алдық. Төбесін полировка жасап бастадық. Жақсылап шкөкілеп алып, тіремнің 74-мен бір өтіп шықтық. 1000 жарымдық мына жерді қатты брусокқа ілдіріп, суға малып алып, қолмен бұлай өтіп шығамыз. Мына бұжырларды сындырған кезде полировка әдемі шығады. Биік жер алынғаннан кейін, міне ойық жерлерден, әр жерден жылтырап көрініп тұр. Осындай жағдайға дейін 1000 жарыммен аламыз. Сосын біз мына жағы машинкамен алып қойғанбыз. Бір келкі матовый жағдайға жеткіздік. Машинкамен 2000-мен алдық. Сосын үстінен қазір 3000-мен өтеміз. Ары қарай бізде тремнің 74-75 дейтін пастыларын қолданамыз. Егер керек болып жатса 76-сын қолданамыз.